Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге баклажан мен кабачкиден жасалатын осындай дәмді бір тағамды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Жаздың ең дәмді тағамдарының бірі. Таңғы асқа да, түскі асқа да, қаласаңыздар кешкі асқа да дайындап дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен мен керек заттарымды осылай жуып, тазалап алдым. Енді осылай турап шығатын боламыз. Мен бір кабачки мен осылай 2 баклажанды алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 3 немесе 4 одан да көп пайдалансаңыздар болады. Осылай домалақ етіп турап алдым. Енді чесноктың 3 бөлігіні алып осылай майдалап шықтым. Майдалап турасаңыздар да болады. Енді укропты осылай майдалап турап алатын боламыз. Укроптың орнына кинза немесе петрушка, укроппен бірге немесе бірге екеуіні пайдалансаңыздар да болады. Мен осылай енді қызанақтарымызды турап алатын боламын. Қызанақтарымызды домалақ етіп турап, сосын ортасынан 2-ге бөліп шықтым. Менің кабачки мен жаңағы баклажаным жіңішке болғаны үшін осылай ортасынан бөліп алатын боламын. Ал егер сіздерде жуан болатын болса, онда баклажанның үлкендігіне қарай турап бөлмесеңіздер де болады. Енді осындай сырды теркадан өткізіп алатын боламыз. Қандай сыр қолдансаңыздар, ол өз қалауларыңыз. Ең бастысы жаңағы еритін сыр болса болғаны. Чеснок пен укропқа мен осылай майонез салып араластырып алатын боламын. Егер сіздер жаңағыдай майонезді көптеу болған қаласаңыздар, жаңағы көбірек қоссаңыздар болады. Майонездің орнына кәдімгі сметананы қолдансаңыздар да болады. Енді мен осылай листке фольга, пергамент осылай төсеп алдым. Егер сіздерде пергамент болмайтын болса, фольга немесе кәдімгі газетаны төсесеңіздер де болады. Баклажандарымыз жабысып қалмайды. Енді баклажандарымызға мен дайындап алған жаңағы соусымызды осылай жағып шығатын боламын. Соусты аз қолдансаңыздар да, көп қолдансаңыздар да, ол өз қалауларыңыз. Енді барлығына соусты жағып шыққан соң, мен үстінен кабачкиді қойып шықтым. Яғни ең алдымен біз осылай кабачки мен баклажанның өзін духовкаға 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді дайын болған соң үстінен мен тураған помидорларымызды осылай қойып шықтым. Мен яғни помидор қызанағымызды барлығына қойған жоқпын, осылай жартысына қойып, үстінен ірімшіктерімізді қойып шықтым. Енді тағы да духовкаға ірімшігіміз ерігенше 5 минут болсын, 3 минут болсын осылай қойып аламыз. Міне біздің баклажандарымыз дайын болды достар. Жазда яғни ең жақсы, ең жеңіл, майсыз тағамдарыңыздың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы асқа да, түскі асқа да жаңағыдай дайындасаңыздар болады. Сіздермен болған Айнұр. Ас болсын.